Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда. Көнеміз ғой тағдырдың салғанына, көзімізге ып-ыстық жас келеді. Әкешім, өзіңді сағынып еске алғанда. Қоштасып бізден мәңгі кеткеніңе, рухыңа бас иіп еске аламыз. Амал бар ма тағдырдың өткеліне? Бұл өмір түбі бітер аялдама, жақсылар кетіп жатыр баяу ғана. Алланың ақ ниеті сізге түссін, иманың жолдас болсын, ардақты әке. Көре алмай тіршіліктің көп қызығын, таталмай шаттық өмір тәттілігін, жарқырап келе жатқан жұлдызымен, әттең ай, ерте сөнді-ау от ғұмырым. Қырық күнде өте шықты уақыт жүйрік. Сағыныштың салмағы әлі дауыр, жақсының аты өшпейді ел жадында, жарық бейнең жүректе мәңгі қалды. Қадірлі ағайын, ардақты ағайын туыс, құда жекжат дос жаран. Бүгін біз ардақты азамат, аяулы жар, қамқор әке Марат Мұратханұлын еске алып, рухына Құран бағыштау үшін бас қостық. 40 күнде өте шықты. Алайда уақыт өткен сайын сағыныштың орны толмайтынын сезінеміз. Адам бұл дүниеден өткенімен оның артында қалдырған өнегелі өмірі, жасаған жақсылығы мен жарқын бейнесі ешқашан ұмытылмайды. Марат Мұратханұлы жастық шағында 1984-86 жылдар Ауғанстандағы әскери борышын абыроймен атқарып, елге аман есен оралды. Ерлігімен отан алдында қадал қызмет үшін За отвагу медалімен, ауған халқының алғысынан жауынгер интернационалистке медалімен марапатталып, жауынгер интернационалист төсбелгісімен наградталды. Бейбіт өмірде ол адал еңбек етіп, отбасының берекесін келтірді. Жары Нұрсұлуға сенімді жар, қыздары Жанар мен Әнелге мейірімді де қамқор әке болды. 2006 жылы мемлекет тарапынан баспаналы болып, кейін отбасымен бірге Астана қаласында тұрды. Өмірінің соңғы 3 жылында ауыр сырқатпен күрессе де, тағдырдың сынағына мойымай, сабыр мен төзімділіктің үлгісін көрсетті. Өмірге деген құштарлығын жоғалтпай, әр күнін жақындарының жанында өткізуге тырысты. Адамның өмірі өткінші, ал оның артында қалдырған жақсы аты, тәрбиесімен жасаған ізгі істері мәңгі жасайды. Марат Мұратханұлының жарқын бейнесі туған туыстарының, достарының және оны таныған барша жанның жүрегінде мәңгі сақталады. Бүгінгі берілген асымыз қабыл болып, бағышталған Құранның сауабын марқұмның рухына жетсін. Алла тағала барша күнәсін кешіріп, қабірін нұрға бөлесін. Жаны жәннаттан болып жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Өмір аманат, тағдыр сынақ. Жақсының ісі қалар тұрақ, артында қалған жақсаты ұрпағына болсын шуақ. Марат Мұратханұлының жатқан жері жайлы, жаны жәннатта, иманы саламат болсын.
когда потерял я себя. Кажется мне, я остался в апреле и до сих пор теряю себя. Ты мне сказала, с грустью печаль затая,